Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын кекстің рецептісімен бөліскім келеді. Ішіне қалауларыңыз бойынша мейіз немесе шоколад салсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаларымызды, одан кейін қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламын. Жақсылап араластырып болғаннан кейін сүтімізді және сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламын. Енді оның үстіне ванилин және қопсытқышты қосып, тағы да жақсылап араластырып жіберетін боламын. Одан кейін ұнымызды електен өткізіп, бөліп жақсылап араластырып салып отырамыз. Әбден араластырып болғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ішіне салуларыңызға болады. Мен орех қостым. Сіздер шоколад немесе мейіз қосуларыңызға болады. Әбден араластырып болғаннан кейін формаға құятын боламыз. Мен формамды спиртпен сүртіп, майлап кішкене және құйып шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минутта пісіріп алатын боласыздар. Кексіміз дайын, бір жасағаннан өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.